Өт жолдарының аурулары, өттегі тастар, холециститтер туралы айтпас бұрын, қалыпты жағдайдағы өттің қызметі мен құрылысы туралы талқылаймыз. Өт дегеніміз бауырдың клеткаларымен өндірілетін, синтезделетін, өт қабында жинақталатын сұйықтық. Бауыр қанның құрамынан әртүрлі компоненттерді алып, өтке қажетті компоненттерді алып, өтті түзеді. Ол өт өз кезегінде түтікшелер, өзектер арқылы төмен қарай түседі. Содан өт қапшығына жиналады. Өт қабы дегеніміз, өт қапшығы бұл бұлшық етті, алмұрт тәрізді қапшық болып табылады. Ұзындығы 10-14 см, ал ені 3-6 см құрайды. Ал ішіндегі көлемі 40-60 мл құрайды. Бауыр тәулігіне 700-ден 1 литрге дейін өт өндіреді. Өт дегеніміз қоңыр, сарғыш түсті, иісі өткір, дәмі ащы сұйықтық. Яғни біз өтімізді алып тастады деп айтпаймыз, өт қабын алып тастады деп айту қажет. Міне өйткені өт деген осы өт қапшығының ішінде жиналып тұрады. Дұрысы өт қабын алып таста деп айту қажет. Бірақ өт қабын алып тастағаннан кейін өт бөлінбей қалмайды емес, өйткені өт бізде бауырдан түзіледі, бауырдан өндіріледі. Ал өт қабы тек оны жинақтайтын қызмет атқарады. Біз өт қабын алып тастағанмен де ол өт бізге бауырдан тікелей түсіп отырады. Бауырдан келетін өт пен өт қапшығында өттің айырмашылығы, бауырдағы өттің құрамында су көпте ол сұйықтау болады. Ал өт қапшығында суды сіңіріп алғандықтан ол жерде өт қоюлау болады. Концентрациясы жоғары болады. Осы бауырда түзілген өт біріншілік өт деп аталады. Ол холедезоксихольдық өт болып табылады. Ал осы өт 12 елшікке түскеннен кейін барып екіншілік өтке айналады. Ол урсодезоксихольді өт болып табылады. Осы бауырда түзілген өт біріншілік өт деп аталады. Ол